Түркістан облыстық полиция департаментіне Төле би ауданының тұрғыны арызданған. Онда Төле би ауданының ауылдарының бірінде жас жігітті тұтқынға ұстап отқан жайлы арызданып көрсеткен. Аталған арыз бойынша криминалдық полиция басқармасының шұғыл уәкілдерімен шұғыл түрде іздестіру жұмыстары жүргізіліп, аталған азамат анықталып, ол 4 жасынан бастап балалар үйінде өсіп, өзінің туыстарын білмейтіндігін, ата-анасын қайтыс болғандығын жайлы атап көрсетті. Туыстық қатынасын іздеу мақсатында шұғыл түрде топ құрылып, тез арада іздестіру жұмыстары жүргізілді. 20-дан бастадым, содан бері іздеп келе жатырмын. Оның алдарында сұрастырып, былай іздеген болмаса, арыз жазып ештеңе іздеген емес. Түркістан қаласына жақын маңайдағы Сауран ауданынан туған әпкесі және жездесі табылды. Атылған азаматтар бір-бірін 25 жыл уақыттан бері көрмеген. Қазіргі таңда азаматқа жәбірленушіге қатысты арызы бойынша 126 баппен тергеп тексеру амалдары жүргізілді, әрекеттері. Сот медициналық сараптамалар, дағы да бірнеше сараптамалар тағайындалды. Соның нәтижесінде заңды шешім қабылданды. Полиция қызметкерлеріне рахмет айтамын. Сонау алыстан мені іздеп тауып, інім тауып берген рахмет. Еңбектеріңіз жана берсін. Әрқашан қызмет ете беріңіз.